Всем приветики, қыздарики. Бүгін жаңа жылға арналған дизайн жасайтын боламыз. Ақ фонда. 3 версиясын жасадық. Қайсы сізге ұнайды? Комментарийде қалдырып кеттіңіз. Так, ақ гель лакты бір слойға жағып просушить етіп аламыз. Оның үстіне блөкспен растяжка жасаймыз. Одан кейін оның үстінен топ жағып матовый кептіріп аламыз. Одан кейін қара обычный гель лакпен үстіне елканы салдым, чтоб елка не было одиноко, кішкене қаралар салып қойдым. Одан кейін оны кептіріп аламыз да, втиркамен втирать етіп жібереміз. Одан кейін сол рисунктың үстінен обычный глянцевый топпен бастырамыз. Оны обязательно кептіріп алғаннан кейін спиртпен оның үстін артық втиркаларды кетіріп тастаймыз да. Бұл дизайнды мен глянцевый істегім келді. Сол себептен үстінен топ жағамыз. И вуаля, бірінші вариант дайын. Екінші вариант тоже самый. Ақ гель лактың үстіне снежинкалар салдым. Енді қар жауып тұр, қыс дегендей. Одан кейін оны обязательно просушивать етіп аласыздар. Одан кейін үстіне втирканы тоже самое жағасыздар. Өте әдемі, оңай, тез жасалатын дизайндардың бірі. Любой клиенттің көңілінен шығады. Ал сен қатты қиналмайсың. Енді үшінші вариант, только елочка. Оны тоже самое ақ гель лактың үстіне матовый топты жағамыз да, кептіріп алып, үстіне қара түспен елкамызды саламыз. Оны кептіріп алғаннан кейін обязательно втиркамен втирать етіп, обязательно оның үстінен топ, глянцевый топпен закреплять ету керек. Мен дизайндарым саған ұнасам, лайк етіп, подписка жазсам, комментарий жаз. Мне будет очень приятно, я буду стараться больше выкладывать. Быстрые и легкие дизайны для ваших красивых ногтей.